Рассылканы дұрыс жазу бұл өте маңызды. Рассылка жасау барысында рассылка бізбен коммуникацияға шақырып тұруы керек. Яғни оның рассылка жасау фундаменті қалай болады? Ең бірінші сегмент арқылы. Сегмент арқылы целевая аудиторияға қарайсыз. Сіздің бизнесіңізге таргет арқылы кемі 15 заявка алып келемін. Товаркаға деген сұранысты 3 есе арттырамын. Вебинарға арзан лидтар әкелемін. Тур іздеп жүрген лидтар алып келемін. Яғни целевая аудиторияңыз кім? Соған қаратасыз. Сәлемдесу, өзімізді енді таныстыру қалай болады? Бұл жерде енді сәлеметсіз бе, алдын ала мазаңызды алғаным үшін кешірім сұраймын. Есімім Сабина, таргетолог маманымын. Маған 1 минут уақытыңызды бөліңізші. Бірінші сегмент қалауын айтамыз, екінші барып амандасамыз. Үшінші, сіз бұл нишада қалай результат алып келуді білесіз, енді соны көрсетесіз. Результат болмаса, басқа рекламаларға анализ жасап, қандай результат алып келетініңізді айтыңыз. Яғни анализ арқылы. Мен анализ жасаймын, сегментке бөлемін, одан кейін сізге осындай қалауыңызша результатты алып келемін деп. Мен дәл сіздікіндей нишада осындай результат жасадым. Осындай эксперттердің вебинарында лид бағасын 60 теңгеден алып келдім. Сіздің нишаңызда аптасында 50 лид алып келемін, яғни сіздің нишаңызға, иә. Бірге жұмыс жасауда ұсыныс айтыңыз. Сізге результатты қалай алып келуді білемін. Маған жарнамаға салынған бюджеттің ақталуы маңызды болғандықтан, сізге результат көрсету жолын білемін. Міне. Кері жауап қайтаратын сұрақ қойыңыз. Қызық болса, сізден кері байланыс күтемін. Толығырақ талқылағыңыз келеді ме? Ұсынысыма қалай қарайсыз? Яғни клиенттен кері жауап күтесіз. Рассылкаға жауап қайтарған соң, брифингке жалғастыру, яғни рассылкаға жауап қайтарған соң, яғни брифинг жалғастыру. Zoom созвон шақыру, немесе бетпе-бет сұхбаттассақ, яғни бір қаладан болсаңыз, живой офлайн кездесуге шақырыңыз. Жұмыстың продажаның артыруы үшін маңызды этаптарды бірге талқыласайық деп. Міне, рассылка жасау фундаменті дәл осылай жүзеге асады, достар. Не жазам, қалай жасам десеңіздер, осыған қарап, өздеріңізге қарай жазып алыңыздар, және де қандай клиентпен жұмыс жасағыңыз келеді, сол целевая аудиторияға қаратыңыздар. Бүгінгі сабағымыз осы, достар. Үй тапсырмас сіздерге. Өзіңіз жұмыс жасағыңыз келген 3 нишаны таңдап, үшеуіне рассылка дайындаңыз.